Қайырлы күн, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Бүгінгі баспасөз маслихатымыз рухани жаңғыру патриотизм негізі тақырыбына арналып отыр. Добрый день, уважаемые журналисты. Добро пожаловать в службу центральных коммуникаций. Тема сегодняшней пресс-конференции «Рухани жаңғыру. Основа патриотизма». Бүгінгі тақырыпты толығырақ біздің қонақтарымыз баяндап беретін болады, таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының бас прокурорының кеңесшісі, аға көмекші Нұргүл Ерболатқызы Қарағойшина. Қазақстан Республикасы Қарулы күштері бас штабы тәрбие және идеологиялық жұмыстар департаментінің бастығы Қайсар Қайырбайұлы Мұғалов. Ішкі істер министрлігі мемлекеттік тіл және ақпарат департаментінің директоры Алмас Қадырбекұлы Садубаев және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының әкімшілік құқық департаментінің басқарма бастығы Қуаныш Бүркітұлы Мырзағали. Құрметті қонақтар, алаңымызға қош келдіңіздер. Бірінші сөз кезегі Нұргүл Ерболатқызы, өзіңізде. Құрметті төртінші билік өкілдері, зиялы қауым, қаламыстаған қауым, сіздерді осы залда сіздермен бетпе-бет жүздесіп отырғаныма шексіз қуаныштымын. Сіздердің осы біздің баяндағы отырған тақырыбымызда қолдау көрсетулеріңіз біз үшін аса маңызды. Сондықтан да бүгінгі келіп отырған үлкен мәселе туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы 2014 жылдан бері құқық қорғау және әскери мемлекеттік мекемелердің арасында республикалық ведомствоаралық байқау өткізіп келеді. Ол шараның негізгі басты мақсаты патриоттық рухты күшейту, мемлекеттік тілді насихаттау және осы мекемелерде, осы органдарда қызмет етіп жатқан азаматтардың елін, жерін, отанын сүйетін халыққа көрсету, паш ету. Негізгі осы бағытта жұмыс жасаған кезде 2014 жылы тіл татулық тірегі, 2015 жылы тіл тұтастық кепілі деп байқауды өткізген болсақ, биылғы тақырыбымыздың жөні де, жұралғысы да бөлек. Себебі біз биыл мынау елбасымыздың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласына қолдау білдіру мақсатында рухани жаңғыру патриотизм негізі атты тақырыпта осы байқауды өткізгелі отырмыз. Биылғы байқауға Қазақстан Республикасының 6 мемлекеттік органы қатысады. Ол бас прокуратура, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі және ішкі істер министрліктері. Аттар атап тұрғандай, бұл мемлекеттік мекемелер еліміз үшін аса маңызды ірі органдар екенін жақсы білесіздер. Негізі бұл былай қарағанда тәуелсіздікті тәу еткен, қазақ елінің шекарасын күзеткен, тұтастық пен тыныштыққа жауап берген, адамдардың құқықтарын қорғау жөнінде тағдырларды шешетін, тағдырларды таразыға салатын органдар болып табылады. Сондықтан да бұл жердегі жауапкершілік, осы жерде қызмет атқаратын азаматтардың қызметінің маңыздылығын сіздер жақсы түсінесіздер деп ойлаймын. Сол үшін де осы бастаманы 2014 жылдан бері Қазақстан Республикасының бас прокуроры Жақып Қажманұлы Асанов қолға алып, осы бастамада биыл сол кісінің қолдауымен және сол кісінің қадағалауымен өтуде. Биылғы шараға ерекше мән беріліп назар аударылды. Себебі бұл рухани жаңғыру тақырыбы болғаннан кейін президент әкімшілігі де толық бақылап, осы жөнінде үлкен бір байланыстар орнап, осы ертеңгі болатын үлкен шарамызда да біз мемлекеттік хатшының қатысуымен өткізгелі отырмыз. Сондықтан әрине бұл мемлекеттік органдар үшін аса маңызды қадам. Біздің мақсатымыз сайысу, жарысу, бір таласу емес. Біз бірлесе отырып, осы органдардың шын мәнінде мемлекетке, халыққа қызмет ететін, ұлттық жаңғыру мен ұлттық санаға әсер ету күшінің бар екенін, және біз елбасымыздың осы бағыттағы саясатын қолдауға шын мәнінде ықыласты екенімізді көрсету. Бүгінгі тақырыбымыздың өзі рухани жаңғыру болғандықтан, мен осы бүгінгі баспасөз сіздермен бірге отырған әңгімеміздің барлығын мемлекеттік тілде өткізгім келіп отыр. Әрине, егер сұрақтарыңыз орыс тілінде болатын болса, біз оған қазақ тілінде жауап береміз. Бірақ рұқсат етсеңіздер, кейін өздеріңіз аударып алсаңыздар. Себебі біз рухани жаңғыру деген кезде бұның артында мемлекеттік тілдің мүддесі, бұның артында ұлттық мүдде деген тақырып жатқан жақсы түсінесіздер деп ойлаймын.
Енді мен осы жерде тағы бір айта кететін әңгімем, бұл жерде біздің байқауымызға Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі де қолдау білдіріп отыр. Енді атырылған мекемелердің барлығының дайындығы болатыны сөзсіз. Жалпы байқау 2 турдан тұрады. Бірінші туры әр мемлекеттік мекеменің, құрылымның осы рухани жаңғыруға қатысты атқарып жатқан қызметтері. Сол арқылы олар бір таныстыру рәсімін жасайды. Екінші тур бізде осы рухани жаңғыру патриотизм негізі атты театрландырылған сахналық көрініс. Әрине, бұл жекелеген орган болғаннан кейін, әрқайсысы бөлек-бөлек мекеме болғандықтан, бұл жерде әр мекеме өзінің күшін салатыны, аса үлкен дайындық көрсетіп, осы шараға ынталы екенін көрсететіні сөзсіз. Сондықтан да мен осы жерде, осы сайысқа қатысуға ынта білдірген, ықыласты болған барлық мемлекеттік органдардың бірінші басшыларына және ұйымдастырып жүрген азаматтарға, қатысып отырған командалар мен ертеңгі біздің шарамызға келетін мәртебелі қонақтардың барлығына шексіз рахметімді айтқым келеді. Енді осы жерде тағы бір мәселеге тоқталғым келеді. Әрине, бұл азаматтардың, бұл органдардың азаматтарының ішкі дүниесінде осы мәселені қалай қабылдап жатыр, жалпы жаңғыру мәселесі жүріп жатыр ма деген сұрақ қоятын болсаңыздар, мен сөзсіз әрине дер едім. Мысалы, мен қызмет ететін бас прокуратурада осы жаңғыру бойынша әр мемлекеттік қызметкер, яғни әрбір прокурор өзінің жауапкершілігін жақсы сезіне отырып, қазіргі таңда осы жаңғыру бойынша өздерінен бастап, адамның ең бірінші қасиеті өзін-өзі өзгерте алу дейді. Сондықтан да бірінші кезекте өзінің жеке басының тәрбиесімен, өзін ағарту жұмыстарымен айналысып бастады. Сондықтан да прокуратурада басталған бұл жаңғыру барлық мына мемлекеттік мекемелерде де қолдау тауып жүргізіліп жатыр деген ойдамын, сенімдемін. Ол туралы кейін әріптестеріміз айта отырар. Тағы да осы бағытта бір ой қосқым келеді. Бізге енді әрине айтуларыңыз мүмкін. Бұл байқау не беру мүмкін? Бұл бір концерттік шара ма деп сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Мен бұл сұрақтың алдын алғым келеді. Әрине, бұл байқау болғаннан кейін концерттік шара, бұл жерде бір әдемі дүниелердің болатыны сөзсіз. Бірақ біздің бұл бір ғана реттік шарамыз ғана емес. Біздің мақсатымыз осы бағытта жүйелі түрде, жоспарлы түрде бірге отырып, бір шаңырақтың астында тізе қоса отырып қызмет жасау. Осы бағытта өзгеру, өзгерту, өзгеруге әсер ету. Өзгеру қалай жүру мүмкін деген сұрақ қоятын болсаңыздар, оған да бір мысалмен жауап беріп көрейін. Осыдан бір ғасыр бұрын, қазіргі таңда әлемдегі ең керемет мықты мемлекеттердің бестігінің қатарына кіретін Финляндияны мысалға келтіруге рұқсат етіңіздер. Финляндия осыдан бір ғасыр бұрын батпаққа батқан, шындығында өте қиын жағдайда тұрған ел болатын. Ол елдің соншалықты қиын жағдайда тұрғаны, олардың бас көтеретін арасында бір ағартушылары, тұлғалары табылмай, халық азып тозып, біресе көрші Ресейдің, біресе шведтердің қол астында қиналып жатқан еді. Сол кезде олардың арасынан бір ақылды ағартушы шығып, Белгель есімді азамат жанына дәрігерлерді, ұстаздарды ертіп жүріп, әр ауылға барып, әрбір адамның есігін қағып, сол жерде біз ұлтымызды қалай құтқара аламыз, біз қалай өзгере аламыз деген тақырыпта лекциялар оқыған екен. Ол қалай әсер етті десеңіз, қазіргі Финляндияның жағдайын көріп, сондай бір ағартушылық жұмыстың арқасында Финляндияның қандай керемет елге айналғанын көріп отырмыз. Сол жерде мынандай әңгіме айтылған. Әрбір зиялы адам, ол ұлтының зиялысы болу үшін оның әдемі киім киюі, немесе келбетіне қарауы маңызды емес. Ең бірінші кезекте назарда аударатын мәселе, зиялы адам ол ұлттың миы сияқты. Зиялы адам өзінің зиялылығын көрсету үшін халқына қалай жақсы өмір сүруді көрсетіп, соны үйретіп, түсіндіру керек. Сонда ғана бұл ұлттың миы болып саналады деген екен. Сол сияқты біздің осыдан бір ғасыр бұрын Жүсіпбек Аймауытұлының айтқан сөзі білетін шығарсыздар. Ұлтты сүю атты еңбегінде оқығандар, бұл уақыт жантыныштық іздейтін, қызық қуатын уақыт емес, қызмет қылатын, еңбек сіңіретін уақыт. Ойланыңыздар, халық біз үшін емес, біз халық үшін туғанбыз. Олай болмаса, мойнымызда сол халықтың зор борышы, ауыр жүгі жатыр деген. Біз бүгінгі таңда халықтың зор борышын,
ауыр аманатын арқалаған азаматтармыз. Халықтың шын мәніндегі кейде тағдыры да таразыға тартылған кезде біздің қолымызға келіп түседі. Сондықтан да бізде жұмыс жасайтын азаматтардың халықты ойлауы, ұлттық сана сезімін өзгертуі, шын мәнінде жанашуы маңызды деген келеді. Енді мен әрине ұзақ сөйлеп отырып алмайын. Мына жерде әріптестерім отыр әрбір мемлекеттік мекемеден. Оларда да осы жаңғыру мәселесі қолға алынып жүріп жатыр. Бізде де үлкен бір бастама басталды. Бас прокурорымыздың әр әңгімесінен, айтылып жатқан баяндамаларынан оның барлығын естіп жүрсіз. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Ал енді кезекті әріптестеріме берсем. Баяндамаңыз үшін көп рахмет. Келесі сөз Қазақстан Республикасының қарулы күштері өкілдеріне Қайсар Қайырбайұлына беріледі. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен бұл сөзімді жоғары бас қолбасшының сөзімен бастағым келіп отыр. Патриот болу дегеніміз ол ұлы даланың ұрпағы екенін еске сақтап ұмытпау. Осы мәселенің төңірегінде ендігі 2018 жылы қарулы күштерімізде жауынгерлік сайыс, ұлы дала әскері, мәңгілік ел тірек деген ұранмен бастайық деп отырмыз. Ал енді осы жаңа рухани жаңғыру, патриотизм негізі деп айтып жатырмыз. Бұл төңірегінде қарулы күштерінде қорғаныс министрлігі қандай іс-шараларды мен қысқаша тоқтап өтсем. Бүгін әріптестер болған шығар, ұлттық әскери патриоттық орталығында Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаеваның қатысуымен, бір топ депутаттардың қатысуымен, мемлекеттік органдардың басшыларымен қатысуымен осы әскери патриоттық тәрбие беру мәселесі бүгін қарастырылды. Мысалы, қазір қорғаныс министрлігі жас сарбаз деген жас сарбаз атты қозғалысын қолға алып жұмысты қарқынды жүргізуде. Елімізде қазір 101 кадет кластары ашылды. Онда қазір 3000-ға жуық балалар тәрбиеленуде. 2000-ға жуық клубтар өз жұмысын жалғастыруда. Онда 70 000 бала тәрбиеленуде. Өздеріңіз білесіздер, 1 желтоқсан күні 2015 жылы елбасының қатысуымен ұлттық әскери патриоттық орталық ашылған болады. Онда көптеген республикалық іс-шаралар өтуде. Ал енді әріптестеріміз болып жүр, жыл сайын біз айбын әскери патриоттық жиынын өткізіп келеміз. Биыл мысалы ол халықаралық деңгейде өтті. Оған Ресей Федерациясынан Оренбург кадет класы қатысты. Ерлік сабақтары Жасұлан фестивальда өткізілуде. Біз енді осы мынау патриоттық тәрбие мәселесін, әскери патриоттық тәрбиеміз қолға алудамыз. Қазір мына осы 2 айдың ішінде нақты шаралар жүріп жатыр. 2 айдың ішінде біз әскери бөлімдерде 145-ге жуық патриоттық клубтар аштық. 2 айдың ішінде 150-ге жуық клубтар ашылды. Онда 5000-ға жуық бала қабылдадық. Жас танкіші, артиллерист, десантшы, ұшқыш деген сондай клубтар ашылды. Егерде елімізде 7000-ға жуық мектеп бар екен, егерде әр мектепте бір кадет класы болмаса әскери патриоттық клубтар ашылса, 2 жылдан кейін біз 200-300 мыңға жуық бала тәрбиелеген болар едік. Сондықтан қорғаныс министрлігінің бірігіп мемлекеттік органдарымен жасап жатқан істеріміз ауқымды. Осылай деп айтсам екен. Сұрақтарыңыз болса, жауап беремін. Көп рахмет. Келесі сөз кезегі Алмас Қадырбекұлы, өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді ішкі істер министрлігі өздеріңізге белгілі үлкен құрылым. Еліміздің ішкі қауіпсіздігі, ішкі тәртібі, халықтардың қауіпсіз тыныш ұйықтауын қамтамасыз етеді. Полицейлерден бөлек өздеріңізге белгілі ішкі істер министрлігіне төтенше жағдайлар комитеті, ұлттық ұлан, қылмыстық атқару жүйесі комитеттері кіреді. Сондықтан да атқарылып жатқан жұмыстар өте орасан. Ең бастысы біздің осы 100 мыңдаған қызметкерлеріміздің осы патриоттық сезімдерінің өте жоғары екендігін айтқым келеді. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасындағы осы айтылған елбасымыздың үндеулерін қолдап, біздің мынау кез келген ішкі істер органдарының қабырғаларында осы мәселе талқыланды, жан-жақты сараланды, әрқайсысы қолдап жатыр. Сондықтан да бұл байқаудың өзінің орны ерекше деп айтқым келеді. Ішкі істер министрлігі де осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында көптеген іс-шаралар өткізіп келе жатыр.
дәл қазірдің өзінде кешелі бері Атырау облысында қазіргі заман қаһарманы деген байқау өткізіліп жатыр. Өздеріңізге белгілі, мен қазір айта кеткім келеді, осы қазіргі заман қаһарманы ең бастысы осы біз өз батырларымызды ұлықтауымыз керек, өз батырларымызды танып білуіміз керек. Тәуелсіздік жылдары ішінде 1026 біздің ішкі істер органдарының қызметкерлері мемлекеттік наградамен марапатталды. Мемлекеттік наградамен марапатталғандардың ішінде 108-і қаза болған соң. Ал енді осы тәуелсіздік жылдары ішінде 820 біздің полиция қызметкерлері, ішкі істер органдарының қызметкерлері қаза тапты. Осы қызмет бабында мен айта кеткенім. 2232 қызметкер жарақат алды. Бұның бәрі үлкен ерлік. Бұның бәрі сол халықтың тыныш ұйқысы үшін, елдің амандығы үшін, әрбір сәбидің, әрбір ананың тыныш ұйқысы үшін атқарылып жатқан әрбір полиция қызметкерінің міндеті. Сондықтан да патриоттық тұрғыда біздің ел болып, жұрт болып, осы кез келген құқық қорғау органдарының қызметкерлерін біз әрқашанда мақтан тұтуымыз керек деп есептейміз. Күн түн демей қызмет етіп жатқан. Сондықтан да осы сайысқа біз бар ынта жүгерімізбен қуана қарсы алдық. Нұргүл Ерболатқызы жаңа ерекше бәріне тоқталып өтті. Біз тек қана қолдаймыз ішкі істер органдарының қызметкерлері. Сондықтан да бұндай сайыстар өте қажет. Бізде көптеген жаңа атап өткендей сайыстар бар. Осының бәрі ең бастысы ұлт бірлігі, халықтың бірлігі, еліміздің мықты дамуына, дамыған 30 елдің қатарына кіруге деген алғы шарттарының бірі деп есептеймін. Қадамымыз құтты болсын. Мына жердегі отырған әріптестерімізге барлығына сәттілік тілеймін. Рахмет. Көп рахмет. Келесі сөз кезегі Қуаныш Бүркітұлы өзіңізге беріледі. Рахмет, қайырлы күн. Мына мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын жүзеге асыру бағытында бірқатар шаралар атқарылып жатыр агенттікте. Ол мына басқару кеңесі құрылып, коммуникациялық орталық құрылып, 16 өңірлік жобалау кеңестері мақсатты жұмыс жасауда. Мына ағымдағы жылы агенттік рухани жаңғыру бағдарламасының өзгерісті өзінен баста атты кіші бағдарламасы шеңберінде қызметшілердің танымын трансформациялауға кірісті. Артық төрешілікті болдырмау және сервистік қызметтер көрсететін мемлекет құру бойынша қадамды іске асыруда жобалау командасы барлық мемлекеттік органға тиесілі бизнес процестерді талдап, мемлекеттік аппараттың қызметін оңтайландыру жөніндегі шаралар әзірленуде. Мына енді ағымдағы жылы Біріккен ұлттар ұйымының жанындағы бірінші тұрақты өкілі мен тарих парақтары Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымына енуінің 25 жылдығы тақырыбында елшілік сағат өткізілді. Қазақстан Республикасы халықтары тілдері күні аясында қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазының ұлттық код, ұлттық сана, ұлттық бірегейлікті сақтап атты қонақта болу дәрісі тыңдалды. Бұдан бөлек осы ауқымды бағдарлама шеңберінде вебинар, семинар, тренингтер, өңірлік семинарлар, дөңгелек үстелдер, ғылыми практикалық конференциялар және тағы басқа да іс-шаралар атқарылуда. Мынау қазақ тілі мемлекет тұғыры тақырыбында сайыс ұйымдастырылды. Мемлекеттік тіл рухани жаңғыру тілі атты ресми мәжілістер өткізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында бейбітшіл ұстанымның бедерлі белесі сынды мақалалар жарияланды. Бұл енді атқарылып жатқан шараларының бір шамасын ғана атап өтіп отырмыз. Енді мына байқауға келетін болсақ, бірінші рет қатысып отқан жоқпыз бұл байқауға. Өте жақсы биік деңгейде ұйымдастырылып отыр. Бәріміз қуана-қуана дайындықпен үлкен сондай белсенділік танытып отырмыз. Және намысымызды қолдан бермейміз деген ниетпен қатысайын деп отырмыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Көп рахмет. Уважаемые журналисты, мы переходим к вопросу. Құрметті әріптестер, біз сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Бірінші сұрақ Егемен Қазақстан. Стратегия 2000. Менің сұрағым Алмас мырза сізге. Ішкі істер органдарындағы қызметкерлердің жалпы қазақ тілі деңгейі қаншалықты? Әрине, өте орынды сұрақ. Жалпы күнде халықпен етене қарым-қатынас жасайтын ішкі істер органдарының қызметкерлері өздеріңізге белгілі. Сондықтан да көшеде де, далада да, үйіңізде бір жағдай
енді келеңсіз жағдай болса да ең бірінші біздің ішкі істер органдарына телефон шаласыз. Енді біз ішкі істер органдарында жалпы қызметкерлерімізді тұрақты оқытып отырамыз. Біз департаментімізде арнайы оқытушылар бар, мұғалімдер. Әрбір өңірде, әрбір ішкі істер департаментінде, әрбір облыста бізде арнайы кабинеттеріміз бар, онда оқытушыларымыз бар. Ол оқытушылар біздің қызметкерлер. Сол оқытушылар күнделікті, күнде аптасына 5 рет 1 сағаттан қазақ тілі сабақтарын үйретеді. Ол үйренген соң қазтест жүйесі арқылы біз сынақ қабылдаймыз. Сондықтан да жыл санап бізде полиция қызметкерлерінің қазақ тілін білу деңгейі артып келе жатыр. Өзге ұлт өкілдері де қазақ тілін үйренуге деген ынтасы жыл санап артып келе жатыр. Қазақ тілінде еркін жазып сөйлейтін қазір. Біз жалпы тек қана бір тіл емес, қазіргі біздің ұстанған мақсатымыз елбасымыз айтпақшы 3 тілде еркін білу. Қазір біз ағылшын тілінде үйретіп жатырмыз білімдеушілерге, қазақ тілінде үйретіп жатырмыз. Сондықтан да қазақ тілінің оқыту білу деңгейі жалпы полиция қызметкерлерінің жыл санап артып келе жатыр. Әрине жұмыс істейтін көп, өйткені бізге күн сайын, ай сайын жаңа қызметкерлер келіп қатарымызға қосылып жатыр. Әрине бәрін бірдей 100%-ға толық 2 тілде, 3 тілде немесе қазақ тілінде бәрі жалпылама білет деп мен сізге қазір айта алмаймын, бірақ жыл санап артып келе жатыр. Іс қағаздарын жүргізу толық қазақ тілінде ішкі істер органдарында 100% деп мен айта аламын. Өйткені құжат айналым 100% қазақ тілінде. Сондықтан да ол деген сөзіміз жалпы кез келген қызметте қазақ тілінде қызметкерлеріміз еркін қазақша жазып сөйлей алады. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Егемен Қазақстан. Саламатсыздар ма? Мына бүгінгі брифингке енді мына Нұргүл ханымның сондай бір желпіне отырып сөз сөйлеуі бәрімізге бір қуат беріп отырғандай сияқты сезілді. Себебі рухани жаңғыру сіздерге қатты әсер еткен секілді. Бұл біз үшін де барлығымыз үшін қуаныш. Себебі елбасымыздың алға қойған мақсаты ғой. Сіздердің әсіресе еліміз үшін бұл маңызды органдардан бастау алуы біз үшін де қуаныш шынымен де. Сіздерге рахмет. Бірақ осы прокуратура саласында шынымен де мемлекеттік тілде іс жүргізу шынымен қатты қадағаланған ба? Қаншалықты деңгейде? Жаңа енді ішкі істер органдары соншалықты біз осындай қазақ тілінде іс жүргізуді осындай іске асырып жатырмыз дейді. Сіздер де қадағалап отырсыздар ма? Жарты жылда, 1 жылда бұл қандай деңгейге көтерілді? Әдеттегі көшедегі және мемлекеттік органдардағы қолдану тілді сонымен нақтылы деңгейде іс жүргізуі қадағаланды ма сіздерде? Екеуіңізге де қатар. Рахмет. Мен сауалдың біз жаққа екенін басынан түсіндім. Енді прокуратура органдары былай қарағанда қалыптасып қалған орган, өздеріңіз жақсы білесіздер. Ол жерде көбіне бізге келетін құжаттардың көпшілігі қаралған, бұған дейінгі мынау арыз, шағым, өтініштердің қай тілде жазылғандығына байланысты ең соңғы мынау бас прокуратураға болатын болса, жалпы прокуратура органдарына ішкі істерден жасалып келген құжаттар келетінін білесіздер, иә, тергеуден келген құжаттар. Сол себепті бізде енді қарау мәселесінде бұл жерде 2 тілде де құжатты қарай алатын сауатты прокурорлар отыр. Бүгінгі таңда 100% жаңағы Алмас мырза сияқты уәде бере алмасақ та, біздің прокуратурадағы өзгеріс енді мынау байқаудан ақ, іштегі біздің басшымыздың 2 тілде бірдей сөйлейтін шешендігінен ақ көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Талап қазір өзгерді. Талап бұрынғыдай жаңағы 1 тілді білетін маманнан гөрі таңдау 2 тілді, 3 тілді білетін маманға жасалатын болды. Сондықтан да қазіргідей бәсекелестік заманында, әркім жаңағы жақсы жерде отырғысы келетін заманда, немесе өзін көрсеткісі келетін, шен-шекпенді болғысы келетін заманда, прокурор болу үшін бірінші кезекте мемлекеттік тілді білу міндет. Бізде көпшілігі, басым бөлігі 80% дерлік қазақ тілін жақсы біледі. Бірақ жұмыс бабында келген құжаттарға байланысты көбіне құжат айналым орыс тілінде жүреді. Себебі арыз жазушы көбіне өзіміздің халқымыздың өзі орыс тілінде жазып алып келеді. Сондықтан да осы жерден бір айта кеткім келетіні, біз өзіміз халық болып, ұлт болып, талабымызды өзіміздің жеке тарапымыздан бастамасақ, өзіміз бірінші шағымымызды, арызымызды, айтатын әңгімемізді қазақ тілінде айтпасақ, онда жауапты солай болады. Сол үшін байланыс 2 жақты болсын дегім келеді. Сол кезде біздің шаруамыз реттеледі. Бұл бір. Мен 2012 жылдан бастап бас прокуратурада мемлекеттік тіл дамыту басқармасының басшы қызметін атқарып көрдім. Мен қазіргі салам басқа болса да, менен бас прокурордың әлеуметтік мәселелер жөніндегі кеңесшісімін. Оның ішінде жаңағы мүгедектер мәселесі меніңгі қазіргі таңда
аясында айналысатын үлкен шаруаларымның бірі. Бірақ рухани жаңғыру бұл енді үлкен шаруа жүріп жатқанда біздің қалыс қалуымыз, біздің бұл нәрсеге назар аудармауымыз болмайтын мәселе болғандықтан біз шын мәнінде қуана белсене кіріп кеттік. Біз әлі тоқтатпаймыз деп. Жаңағыдай сіз айтып жатсыз, сіз қуанасыз деп. Біз де қуанып жатырмыз, өйткені үлкен қолдау. Бұл бағдарламалық мақала ұлт үшін, ұлттың көптен күткен құжат еді. Сондықтан да қазір осы мүмкіндікті бізге жіберіп алмай, жұмыс жасау керек. Біз тарихтан есемізді жіберіп алған халықпыз. Бізге қазір 2 есе, 3 есе қызмет жасау керек. Ал оны қазіргі таңда менің әріптестерім жақсы түсінеді. Себебі бұл жұмыс бізде күндіз-түн тоқтаусыз жүріп жатыр. Сіз біздің прокуратураға келіп жүрген болсаңыз, көресіз, оқу керек кітаптарың деген тізімде біз Абайды, Шәкәрімді, Әуезовті оқыңдар дейміз. Немесе өзіңді дамыту үшін сен бірінші кезекте сен халыққа қызмет ету керек екенін ұмытпа дейміз. Біз бірінші кезекте халықтың қызметшілеріміз, халықтың құқығын қорғау біздің міндетіміз. Біз оны заңмен де мойнымызға алдық. Бірақ қазіргі мынау жаңа заң өзгерген кезде, Конституцияға прокуратураның міндеттері өзгеше жүктелген шақта, біз жауапкершіліктің ауыр екенін, маңызды екенін жақсы түсініп отырмыз. Тіл ол кезде бірінші кезекте болады деп ойлаймын. Ал енді мен айта кетейін жаңа сіздің сұрағыңызға. Жалпы мен сізді қонаққа шақырайын. Бізде мемлекеттік тіл және ақпарат департаменті бар, мен басқарып отырған, сонда тіл басқармасы бар. Тіл басқармасында мен айтқым келеді, ішкі істер министріміз Қалмұханбет Нұрмұханбетұлы Қасымов мырзаның тікелей қолдауымен тілге, мемлекеттік тілге барлық жағдай жасалған. Осы тіл басқармасында 2 топ бар. Ол мемлекеттік тіл тобы және редакциялық сараптама. Ол сараптамада барлық құжаттарды қадағалап, практикалық көмек көрсететін және де барлық құжат айналымды қадағалап отыратын арнайы тобымыз бар. Сондықтан да бізде құжат айналым толықтай қазақша. Егер де қызық болса, өзіңізге қызықты болса, мен сізді шақырайын, ішкі істер министрлігіне болсын. Бізде осындай бізден департамент болған соң кез келген облыста, ішкі істер департаменттерінде бізде осындай мемлекеттік тіл және ақпарат басқармалары бар. Сондықтан да кез келген біздің бөлімшелерімізде қазақ тілінде келіп хат жазсаңыз, сіз егер де қазақша жауап алмасаңыз, осындай жағдайларды бізде жиі сұрайды. Сондықтан да ондай жағдайлар жоқ. Әрине, кейбір жерлерде енді болады, мен 10 саусақ бірдей емес, кейбір қызметкерлеріміз бар, солтүстікте болсын, батыста болсын, шығыста болсын, енді халықпен етене күнделікті тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеген соң, кейбір қызметкерлеріміз енді қазақ тілін еркін білмеуі мүмкін. Енді ондай тырнақ астынан кіргізетін жағдайлар да болады. Бірақ енді жалпылама келгенде қазақ тілінің ахуалы біздің ішкі істер министрлігінде жақсы, жоғары деңгейде деп мен толық айта аламын. Рахмет. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Казинформ, пожалуйста. Добрый день, Гульмира Сарбасова, Международное информационное агентство Казинформ. У меня вопрос к Алмасу Кадырбековичу. Вы помните, наверное, несколько лет тому назад агитбригада МВД РК и совместно с Нацгвардией выезжала с концертами в рамках патриотического воспитания населения по регионам Казахстана. Запомнилась соотечественникам эта акция, где прививалось уважение к людям в погонах. Она очень хорошо ложится в рамки этой программы «Рухани Жаңғыру». Хотелось бы узнать, ожидаются ли такие выступления по регионам по следам нынешнего конкурса? Ну, инициатор, конечно, прокуратура. Мы поддержим. Ну, это хорошая идея на самом деле. Я это предложение руководству нашего министерства обязательно несу. Я думаю, это они поддержат. Наверное, не в этом году, а уже в 2008 году. Қосуға бола ма? Рұқсат етсеңіз. Енді бұл жаңа айтылып жатыр. Бұл бастама рухани жаңғыру бағдарламасы болсын, құқық қорғау органдарының және әскери мемлекеттік мекемелердің арасындағы байқау, бұл бас прокуратураның инициативасы, бастамасы. Дегенмен біз бұл азаматтармен бірлесіп жұмыс істеуге дайын болғандықтан, кешенді түрде бұл шараларды қолға алып, әрі қарай жүргіземіз деп ойлаймын. Негізі егерде қажеттілік бар деп саналса, біз ойлап отырмыз, бұл бір мерекелік шара ретінде ғана емес, бір қалыптасқан жоспарлы түрде кезең-кезеңмен
өтетін тек қана үгіт насихат жұмысы ғана емес, нақты іспен көрсетілетін шаруаға айналу керек. Мен осы жерде бас прокуратураның жаңғыруға қатысты жасалып жатқан бір үлкен жобасына тоқталып өткім келеді. Бас прокуратурада өздеріңізге белгілі құқық қорғау орталығы жаңағы ашылды. Ол орталықта ол жерде бізге құқық қорғау бойынша қызметтер көрсетіледі. Сол орталықта егер болған болсаңыздар, болмасаңыздар, мен де Алмаз мырза құсап шақырып қояйын сіздерді, келіңіздер, көріңіздер. Бұл жерде прокуратура ғана емес, бүкіл осы құқық қорғау органдарына қажетті тақырыптарға байланысты өтініштер мен арыздарды қабылдаймыз. Осы мәселеге қажетті сіздердің кез келген халықтың өкілінің ұлтына, жынысына, түріне, талғамына қарамастан кез келген қызметтер көрсетіледі. Бұл да енді біздің рухани жаңғыруға прокуратура тарапынан қосқанымыз, енді бұл да былай қарасақ бірлескен үлкен шаруа деп қараңыздар. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Пожалуйста, стратегия. Здравствуйте, стратегия 2050, Камила Рашид. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы дать комментарии на русском языке, потому что у нас есть разные читатели, какие работы ведутся в направлении продвижения статьи Рухани Жаңғыру «Путь в светлое будущее»? Была бы благодарна. Спасибо. Ну, в этом направлении я тоже хотел бы добавить, есть определенная в вооруженных силах есть определенная система проведения воспитательной работы, идеологической работы. Одна из них – это государственно-правовая подготовка. Каждый год мы утверждаем ежегодно свои тематические планы. И основное, значит, направление, половина всего – это идеология государства. И правильно говорите, вот Рухани Жаңғыру, мы в тематический план подготовки вооруженных сил в обязательном порядке включили тематики туған жер, сакралды Қазақстан, тіл мәселесі. Соның бәрі сол жоспарға қосылып ендігі жылдан бастап енгізіледі. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Добрый день, полиция КЗ, Динара Сукрубаева. У меня вопрос к господину Сатубаеву. В последнее время в обществе все чаще поднимается тема о новой волне разаттестации сотрудников полиции. И нам бы хотелось услышать ответ на этот вопрос. Интересный вопрос, не по теме, конечно, но я бы хотел отметить, что да, в последнее время эта тема активно обсуждается, но я хотел бы отметить, что в МВД, как никакая другая правоохранительная система, уже претерпела серьезные изменения. В 2010 и 2012 годах были приняты меры по оптимизации аппарата системы органов внутренних дел. Это позволило обеспечить наиболее оптимальное сочетание аттестованного и гражданского состава. Сейчас задачи по расширению перечня разаттестованных служб и должностей в системе Министерства внутренних дел, а также проведение дополнительных аттестаций в повестке нет. Спасибо большое. Пожалуйста, мы переходим к следующему вопросу. Егемен Қазақстан, менің сұрайын дегенім, ішкі істер органдарында қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жөнінде қандай істер атқарылып жатыр? Рахмет сұрағыңызға, өте орынды сұрақ. Биылғы жылы өздеріңізге белгілі 26 қазанда елбасымыздың жарлығы шықты. Латын графикасына қазақ әліпбиін көшіру бойынша. Біз қалыс қалмай, мен қазір сізге айта кеткім келеді, бізде Сақшы деген газет бар. Осы ішкі істер органдарының 15 мыңға жуық тиражы бар. Сол жарлық шыққан соң-ақ біз Сақшы газетінің жаңағы латын графикасына ауыстырдық, өйткені бұл бастама, өйткені қолдау, өйткені қазірден бастап біз полиция қызметкерлеріміздің еркін, енді 2025 жылға дейін дедік қой, бірақ ерте бастаған жұмысты жөн деп санадық. Жаңағы ауыстырдық, басының шапкасын дейді, атауын газеттің басындағы. Ал жалпы бұл сұраққа келсек, кезең-кезеңмен әрине ұлттық комиссия жұмыс істейтін болады. Ұлттық комиссияның бізге берген бағыт-бағдарына сәйкес кезең-кезеңмен бізде ауысу жоспарланған. Біз осы 26 қазаннан кейін, жарлықтан кейін арнайы комиссия жұмыс тобын құрдық ішкі істер министрлігінде. Ішкі істер министрінің бұйрығымен ол жұмыс тобының басшысы, төрағасы болып, ішкі істер министріміз полиция генерал-полковнигі Қалмұханбет Қасымов мырза өзі жұмыс тобының басшысы болып бекіді. Сондықтан да жоспарда осы жұмыс тобының жұмысын бірлесіп атқарып, барлық жаңағы қызмет басшылары, комитет басшылары осы жұмыс тобының мүшесіне өтті. Соның ішінде мен де бармын. Сондықтан да онда біз латын әрпіне, қарпіне көшу бойынша ұлттық комиссия берген
кез келген тапсырманы орындап кезеңмен көшеміз деп айта аламын. Рахмет. Көп рахмет. Келесі сұрақ. Сақшы газетінің тілшісі боламын. Менің сұрағым бірінші Нұргүл апайға. Осы мына байқау осымен 3-ші жыл өткізіліп жатыр екен. Осы биыл байқаудың шарттарында қандай өзгерістер болады? Соның екінші сұрағым, жаңа Алмас ағайға қойылған сұрақ, дәл осы қорғаныс саласына қойғым келеді, латын әліпбиіне көшірілуге мәселесі. Сосын қазір мына әскерилерде көбінесе бұйрықтар әлі күнге дейін орыс тілінде, ресми тілде болады, қашан мемлекеттік тілде өтеді? Өздеріңіз білесіздер, елбасының жарлығымен күнделікті әскердің күн тәртібі бүкіл өмірі уставпен белгіленген. Егерде қарасаңыздар, уставта мысалы жаңа айтып жатсыз ғой, командалар беріліп жатыр. Мен сізге бір айтып кетейін, мысалы амандасу, армысыздар деп, оңға, солға, түк тұр, еркін тұр, қадам бас деген бүкіл командалар әскери бөлімдерде өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар, барған болсаңыздар. Қазақ тілінде, бүкіл командалар қазақ тілінде беріледі. Сондықтан енді жаңағы басқа ұлттың мысалы адамдары болса да, командирлері, олар да сол біздің мемлекеттік тілде оның бәрі заңды түрде енгізілген. Және талапта қойылып тұр сондай. Қойған сұрағыңыз үшін рахмет. Енді тақырып байқаудың айналасында болғаннан кейін байқау туралы сұрақтардың да реті келген сияқты. Негізінен енді бұл байқау болғаннан кейін белгілі талап болатыны анық. Бізде жаңа айттым, 2 бөлімнен тұратын байқауда бірінші кезекте құрылымдық мекемелердің өзінің қызметін және ол қызметті рухани жаңғырумен байланыстыра отырып, өздерін көрсету, таныстыру дедік. Бұл жерде біз команданың мүшелерін алдын ала ереже бекітіп, бас прокурордың қолымен сол ережені хатпен бірге жолдаған болатынбыз. Әр мемлекеттік орган ол ережемен танысқан. Сол жерде айтылған бір мәселе бар. Біз мынау байқауға қатысушы, әрине құрылым болғаннан кейін бұл кісілер бір мезгілде сахнаға 200-300 адамды шығарғысы келетін кездерде болады. Әсіресе қорғаныс министрлігі үлкен ауқымда бір мезгілде 150 адамды сахнаға шығарам дейді. Бірақ бұл байқау болғаннан кейін байқауда алғашқы ойындарды ойнайтын футбол командасындағы ойыншылар сияқты белсенді адамдар болу керек. Сол үшін біз талап бойынша алдымен байқауға қатысушы 5 адамды сұраймыз. 5 адамның 2-і өзге ұлт өкілі, бірақ ол мемлекеттік тілді жетік меңгерген азамат болу керек. Және 3 адам қазақ ұлтының өкілі болу керек. Бірақ бүкіл әңгіме 5 адамның айналасында ғана болмас үшін әр құрылым оның артында сахнаның сыртында мыңдаған адамын қосады. Мен оны өз көзіммен көргендіктен осы байқаудың басы қасында келе жатқаннан кейін айталам. Бізде 2014 жылы бейбітшілік және келісім сарайында үлкен осы байқау өткен кезде сахнаның ішінде 1000 адам отырса, мынау залдан қарап көрермен, сахнаның артында 2000 адам жүр. Бір-бірімен соқтығысып жатқан халық, бірақ та бұл ең мынандай бір нәрсеге мән беру керек. Бұл соншалықты әсер ететін шара болғаннан кейін әркім өзінің мекемесінің алдындағы намысын ойлап, бәсекелестік, кәдімгідей әр органның іштей бірігуіне де әсер етіп жатқан шара деп қарауға болатын шығар. Сондықтан да бұл жерде бірінші талаптардың біз бұрын уақыт мәселесінде қатты шектейтінбіз, өйткені бұрын біз 4 турға дейін, 5 турға дейін өткізетінбіз. Бірақ ең алғашқы әлгі тойдың болғаннан болады сығызық дейді ғой, біз бірінші шаралар жасап жүрген кезде көрдік, ұзаққа созылып кеткен шара адамдарды қинайды. Сол үшін биыл бас прокурор өзі тапсырма берді. Нұргүл, шектеу керек, биылғы байқауда 2 турдан асырмайық, қатысушы органдардың, бірақ сол жерде, сол 2 турда да өздерінің деңгейін көрсете алатын мүмкіндік берейік деді. Сондықтан да мен осы жерде отырған барлық қауымды, журналистер қауымын, барлығыңызды да ертең болатын Қазақстан концерт залында өтетін құқық қорғау органдары және әскери мемлекеттік мекемелердің байқауына қатысуға, сол жерде ақпараттық қолдауға шақырамын. Келіңіздер, көздеріңізбен көріңіздер, рухтанып қайтыңыздар, өздеріңіздің осы мемлекеттік органдарыңызға қолдау білдіріңіздер. Сол үшін тағы бір нәрсеге айта кетейін. Енді бұл жерде театрландырылған көрініс болғаннан кейін біз қазақтың тарихынан, тілінен, мәдениетінен, ұлттық құндылығынан асып кете алмаймыз. Сондықтан да әр орган осы бағытта дайындалды деген сенім бар. Әрине, бұл жерде біз белгілі бір қатты талапқа сала алмаймыз, себебі оны шешетін бізде мәртебелі қазылар алқасы
алқасы бар. Қазылар алқасының төрағасы, мемлекет және қоғам қайраткері, біздің ең сүйікті ақсақалдарымыздың бірі, филология ғылымдарының докторы, профессор Мырзатай Жолдасбеков ағамыз. Құрамында президент әкімшілігінің басшылық қызметіндегі азаматтар және тағы да бір зиялы қауым өкілдері бар. Сол үшін сол құрамға таңдауды, талғауды, таңдау жасауды қалдырамыз. Ол жауапкершілік жүгін біз арқалағымыз келмейді, бірақ біз шараны толығымен жасап, дайындап, аяғына дейін аяқтауға осы ықыластымыз. Көп рахмет. Хабар 24, келесі сұрақ. Марала Манжолова, у меня вопрос по конкурсу. Опять-таки просьба большая рассказать немножечко подробнее о нем на русском языке. Все-таки вот интересно, какова его цель, когда будут объявлены результаты, который раз он проводится и что ждет победителей. Осы жерде бір нәрсе айтсам, енді біз осы шараны брифингті беретін кезде, біз баспасөз қызметі арқылы бір мәселені айтылуы керек болған. Біз рухани жаңғыру тақырыбын қозғап бастағаннан кейін, біз енді рухани жаңғырып жатқанымызды дәлелдеуіміз керек. Сол үшін бүгінгі шараны, енді мүмкін сіздердің осы мекемелеріңізде бірінші рет шығар, мемлекеттік тілде өткізейік деп. Бұрынға дейін орыс тілінде өткен шараларды қазақ журналистері аударып жүрді, аударып та келеді. Енді осы қазақ тілінен де сіздер аударып көрсеңіздер деген ниет болған. Бірақ менің әріптестерім бұл туралы орыс тілінде де жауап беруге ықыласты. Бағана айтты, осы Мұғалов мырзаның мойнына жүктесек, өйткені мен бұған дейін тіл мәселесімен айналысып жүрген, бұған дейін сіздердің де әріптестеріңіз болғандықтан, мен халықтың алдында қазір басқа тілде сөйлеп отыруға ұялып тұрмын, шын айтсам. Талапқа сәйкес, бүгінгі тақырыбымыз рухани жаңғыру болғасын, әріптестерім өзі қоса жатар деп ойлаймын орыс тілінде. Құрметті әріптестер, көп рахмет қатысқандарыңыз үшін. Құрметті қонақтарға алғыс білдіреміз. Осымен біз жұмысымызды тамамдаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.